жақсы шаймен дейтін. Мынау жаңағы республикалық өнер сайысының адамдары ғой білем. Осыменен бірге кеше неге баруымыз керек еді Атырауға. Шақырып еді. Менің істейтінімді, менің жаңағы әлгі алашауда оқитынымды, бауда оқитынымды, басқа бір зат істейтіндерімді бәрін білетін адамдар бар екен осы жерде. Солар сосын мына қызға айтып жаңағы басшысына. Соны енді ана жерде тоқып нетіп отқанымызды көрді ғой, достық үйінде отырғанда. Менің қолымнан бәрі келеді екен, онда жүріп ертең міне алашаңдар текемет тоқығанын. 50 жасымда 3 көлінге 3 текемет басып беріп едім. Соларым бар, енді олардың қазір қайда екенін білмеймін, қайда жүргендерін. Алашаңыз қайдан дедіңіз? Алашам баяғы өзімнің артымнан келген. Өзімнен кейінгі сіңлімнің екеуміздің тоқығанымыз еді, Жөстеру деген алаша. Сол әр жеріне біте түсіпті, сонда да жоқ қылмайын деп, соны астына покрывалды не қылдым да алып қойып едім ғой. Соным тұр еді үйде. Ол қазір жүктің ішінде, кеше соны алып келшеш деп сөйтейді ғой, жүктің арасында жатыр. Қалай алайын, ала алмаймын. Мынау қазақтардың завтрак екен, іші күшті. Сорпасы бар ішінде. Сырмай, мед, жем, брынза, ет. Конечно, қазығырда жұмыртқа завтракқа. Мында турецкий завтрак, нутелла, мед, разные варенья, оливки, френч-фрайс и сосиски, колбаса. Өте керемет. Сорпа. Сорпа ысылай. Қазақтың шайы келді, ішіне тары салынған. Бургер, вкусный. Ішіне не салдың? Қазы қарта бәрі бар ішінде. Не заттың вареньесі? Варенье. Лимондікі. Арақсы вареньелер шайға. Сәй сәндірі.